Сәлем достар, өте тез әрі оңай жасалатын шарлотка пирогының рецептісімен бөлісемін. Өте пышный болып шығады, менде диаметр 26-лық формаға пісірдім. Жаңа шыққан видеоны ең бірінші болып көру үшін менің каналыма жазылып және қоңырауша белгісін басып кетсеңіздер. 6 жұмыртқаға 180 грамм қант қосамыз. Мен бұл жерде үлкен көлемде жасаймын, ал егер кішкентай көлемде болса, онда 3 жұмыртқаға 90 грамм қантпен жасауға болады. Екеуін араластырып, миксердің көмегімен аппақ пышный меренгі болғанша араластырамыз. Дәл осындай 2 есе көтерілу қажет массамыз. Үстіне 180 грамм ұн қосамыз және лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай ауната отырып, біркелкі болғанша араластырамыз. Құрамында қопсытқыш жоқ, сол себепті массамызды отырғызып алмауымыз қажет. Формамызды майлаймыз және де кішкене көлемде ұн сеуіп, барлық жеріне тигенше осылай жақсылап жағып шығамыз. Массамызды формаға құямыз. Алдын ала дайындап алған алмамызды осылай массаға салып шығамыз. Менде бұл жерде 2 орташа алма кетті. Пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минуттай пісіреміз. Неке біздің пирогымыз дайын болды. Үстіне ерімейтін қант ұнтағын сеуіп және суығаннан кейін турап дастарханға ұсынамыз. Өте үлпілдек, пышный болып шығады және бисквит құрғақ емес, алманың соғымен өте үйлесімді болып шығады. Жасап көріңіздер, егер ұнап жатса, лайк басып және комментарий қалдыруларыңызды ұмытпаңыздар. Ас болсын!